Міне енді біз ары қарай осыны жасау үшін Telegram каналға кіретін боламыз. Телеграмға кіреміз. Телеграмға міне Syntax AI бот. Бұл міне до этого менің жасағаным. Осы дәл қазір сіздердік сияқты промпт создавать етіп алып, осылай жасалынған міне. Көрдіңіздер ме? Солай жасалынған. Міне суреттерін дайындап берген. Енді дәл осылай қазір біз новый істейтін боламыз. Syntax AI-ға біз жаңадан кіретін болсақ, міне қазір мынадан қазір шығып кетсек, мына жерге поискқа Syntax AI деп жазасыздар, сол кезде мынау шығады. Осы жерге шығады. В главное меню десеңіздер, главный менюларыңыз шығып тұратын болады. Енді қазір біз осымен ары қарай жұмыс істейміз. Енді біз ең алдымен мультфильмнің дизайнын жасап алатын болғандықтан, мына жерге кіреміз. Дизайнс и жасанды интеллект арқылы дизайнын создавать етуі дегенге кіретін боламыз. Енді выберем предложение дейді. Біз жаңа Midjourneyға арналған промпт создавать еттік. Мына жерде басқаларында таңдасаңыздар болады. Бірнеше нейросеттермен жасап бере алады. Біз Midjourneyмен жасайтын болғандықтан Midjourneyді таңдаймыз. Енді қазір осы жерге текстті қоятын боламыз. Енді біз бұл жерге бағанағы бізге дайындап берген 3 промпт бар ғой, осы 3 промптты қоямыз. Мынаны полный бүйтіп копировать етсеңіздер де болады, болмаса, міне копировать код деп копировать етіп аламыз. Қайтадан осы жаңағы Телеграмға кіреміз, мына жерге вставлять етеміз, де жібереміз. Міне біз промптты қойып жібердік. Жіберген кезде уже рисую дейді. Мына жерде күте тұрамыз. Жаңа рабочий столға еще папка создавать етіп алуымызға болады. Папка создавать етіп алсақ, қазір осы мультфильмнің заттарын жинау үшін мультфильм деп жазайық мына жерге. Мультик. Қазір шатаспау үшін. Қазір осының ішіне жинайтын боламыз. Уже рисую дейді, қазір күте тұрамыз, дайын болған кезде салатын боламыз. Міне бізге 4 версия ұсынып тұр. Жақындатып көрсек болады. Міне 4 версия аюдың суретін көрсетіп тұр. Бізге өзімізге ұнағанын алатын боламыз. Мен төртіншісін алсақ болады ғой деп. Ол үшін, міне 4-шісін алу үшін, міне выбрать деп тұрады. Қайта сурет өздеріңізге ұнайды, соның біреуін таңдайтын боламыз. Міне выбрать 4 деп бассаңыздар, сол сурет шығатын болады. Енді осы суретті біз скачивать етіп аламыз. Скачивать етіп алдық. Осы скачивать етілгенде жаңағы өзіміздің мультфильм дегенімізге салып қоятын боламыз. Бұл бірінші, бұны переименовать етіп қояйық. Мына жерге бірінші деп жаза саламыз. Енді өзіңізге қалай ыңғайлы, солай істесеңіздер болады. Қазір біз енді екінші промпт жіберетін боламыз. Міне бағана бірінші промпт жібердік қой. Енді екінші промптты жіберетін боламыз. Міне біз екінші промптты да скопировать етіп алып, осы жерге әкеп қойдық. Қазір міне задача выполняется. Қазір болғаннан кейін тағы да бұған суреттер шығарып беретін болады. Қайтадан мынаны басып, дизайн деп жазатын боламыз. Қазір үшіншісін де істейміз. Солай өзімізге қажетті дизайндарды жасап алатын боламыз. Міне бізге екінші промптымызға да суреттер дайындап берді. Бұл суреттердің бізде қайсын таңдасақ болады екен. Төртіншісі ма? Жоқ, үшіншісін аламыз ғой деймін.
енді өздеріңізге ұнағанын алсаңыздар болады, болмаса тағы да задача беріп тағы да дұрысын таңдап алсаңыздар болады. Міне бізге үшіншісін жалғыз өзін шығарып берді. Бұны бүйтіп скачивать етіп алып, біз екінші суретімізді мында қойып аламыз. Бұл бізде екінші сурет. Қазір бізге шатасып кетпеу үшін, атын іздеу үшін осылай істеп алсақ болады. Енді ары қарай үшіншісін істеу үшін қайтадан кіреміз. В главное меню деп басамыз. Designs и дедік, жаңа біріншісіні қайталағанындай. Midjourney'ді қайтадан таңдаймыз және мына жақтағы үшінші промпт, міне үшінші промптымызды копировать етіп, мына жерге осы үшінші промптымызды қоямыз. Міне 1 секундочку дейді, күте тұрамыз, бұл дайын болады сол кезде. Міне бізге дайындап берді. Міне үшіншісіндегі үшіншісін алсақ болады. Енді өздеріңізге, мен қазір сценарийні оқып ештеңе істеп отырған жоқпын. Арнайы жасаған кезде оқып, не туралы жасап жатырсыздар, сурет соған келе ма, ұқсай ма, соны қарап отырып жасайтын боласыздар. Мен сіздерге қазір тезірек түсіндіру үшін жасап отырған болғаннан кейін өзіме ұнағанын таңдап отырмын. Сіздер өздеріңізге ұнағанын таңдай берсеңіздер болады. Енді ары қарай біз жаңа ChatGPT-ға Seedence'ке 3 промпт движениемен жасап бер деп жазған болатынбыз. Міне соның Seedence'тің промпттарын аламыз қазір. Біз міне осының бірінші промптын бүйтіп копировать етіп аламыз. Seedence'ке жазып бер дедік қой. Енді жаңағы Syntax.ai деген телеграм каналымызға келіп, қайтадан басып, главный менюға барамыз. Содан кейін біз енді видео будущего деген таңдаймыз. Енді осыларды оживлять етеміз. Оживлять ету үшін біз мына жердегілердің барлығын таңдап, мына жердегі басқаларын бәрін таңдап істесеңіздер болады. Кез келген программаны жасап көрсеңіздер болады. Аватар создавать ету үшін де. Енді біз Seedence'ке создавать ет дегеннен кейін Seedence'ті таңдайтын боламыз және осыған бірінші промптымызды қоятын боламыз. Және осы промптты қоямыз. Содан кейін біз жаңағы бірінші суретімізді қоятын боламыз. Міне. Суретпен текстті қоса жібереміз. Текстін жібереміз. Мені 1 секунду дейді. Қазір бұл бізге Seedens жұмысын жасап жатыр. Бізге қозғалатын формадағы видео жасап беретін болады. Сіздер ChatGPT-ға жазған кезде өздеріңізге қалай берген сценарий, бізге мына жерде сценарий берді ғой. Осы сценарийді бірінші оқып алып, ұнамайтын жерлерін жоқ, олай былай қозғалу керек, ол жерде мынандай нәрсе болу керек, мынандай нәрсе болу керек деп сценарийін өзгертіп қайтадан жазсаңыздар болады. Өздеріңіз қалағандай етіп бірінші промпттарды создавать етіп алып, осы Syntax.ai формасына әкеліп жасасаңыздар болады. Міне бізге создавать етіп берді. Қызын загружать етіп жатыр. Былайынан загружать ете салсам, менде қазір сіздерге тезірек көрінеді. Чем мынау бітем дегенше мен уже скачивать етіп үлгердім. Осыдан көре салсақ болады. Міне. Бізге осылай істеп берді. Енді бұны скачивать етіп алдық бірінші видеомызды. Бұны да мына жаққа қойып аламыз. Бірінші видео екенін белгілеп қоямыз мына жерге. Бірінші видеомыз осы. Енді қазір екінші видеомызды создавать ететін боламыз. Дәл осылай. Мына жерге Seedens деп қайтадан белгілейміз. Енді біз бірінші промптты істеп алдық. Енді екінші промптты копировать етіп, мына жерге екінші суретімізді қоямыз. Бізде екінші сурет мынау болған. Енді осы екінші суретті былайынан жібереміз. 1 секунду дейді. Мені қазір бізге создавать етіп жатыр.
күте тұрамыз. Генерация жасалып жатыр.